Энерго отбасы жобасы бүгін аудандық электр желілері учаскесінің аумағында Хромтау қаласында өрбімек. Мұнда бірнеше жылдар бойы бір отбасы болып, мекеме өркендеу үшін адал қызмет етіп келе жатқан жұптар бар. Солардың бірі Исаевтар отбасы. Бірі халықпен тығыз байланыста болып диспетчерлік қызмет атқарса, енді бірі алып техникалардың рөлінде отырып, апаттық жағдайлардың алдын алумен айналысады. Және ең бастысы, екеуі де халық игілігі үшін қызмет етіп, аянбай тер төгіп келеді. Дәл осындай алып техниканы қандай мамандар шебер басқарады деп ойлайтынмын. Біздің жобаның бүгінгі шығарылымының кейіпкері осы техниканың құлағында ойнай түсек артық айтпастық болар еді. Энергосистема жұмысқа орналасқан 2006 жылғы күзде ноябрь айында. Одан 2 жыл УАЗик айдадым. 2 жылдан кейін оқуға жіберді, АГП мен кранға. Соған оқып келіп, содан кейін гидроподъемникті істеп жатырмын, міне уже 17 жыл. Жұмысым ұнайды өзіме. Енді қай жұмыс болса да қиын ғой, оңай жұмыс жоқ қой. Бірақ енді үйренген жер кетем деп ойлаған жоқ. Бұйырса бір-ақ жыл қалды пенсияға кетеміз. Осы мекемеден кетем дедім пенсияға. Ауа райына қарай гололед болады, қыста жаңбырда жүре береміз. Халыққа свет беру керек. Кранды техниканың әр бөлігін жатқа біліп, дұрыс басқара білу кәсіби дағды. Біліктілікке жету жолында жеткілікті түрде білім алған Исаев Жұбатқан мырза бізге кранды басқару туралы егжей-тегжейлі баяндап берді. Тоқ қосқанда мына тоқ жанады. Содан кейін установканы естіп көтеріп. Сонда барып үске шығып, үстен осын адам көтеріп түсіреміз осы яқтан яқтан. Мынау управлениесі мында тоқпен істейді кіремін. Клапандар, электрический клапан бәрі сол. Дәл осы диспетчерлік қызметте біздің екінші кейіпкеріміз Исаева Орынгүл Махмутовна еңбек етеді. Әуел бастан тәуекелге бел буып, жергілікті халықтың өміріне жауапкершілікпен қарау керектігін түсінген Орынгүл ханым қазіргі таңда өз міндетін толық әрі сапалы орындап келеді. Ендеше жұмыстың қызығы мен шыжығы жайлы кейіпкерімізден бірге білейік. Хромтауский ОС. Ол кезде мен дежурный электромонтер подстанция Хромтауға келгем. Бірінші ойлағам, қалай болып істер екен, қалай болады екен, бірақ қорқыныш болды. Сонда да тәуекелге басып келдім өйтер. Уже келгеннен кейін уже біле бастап, түсіне бастап, оқу бастап, содан кейін уже жұмысқа кірісіп кеттім. Осы жерде істеп жатқаныма уже 9 жыл болды. 9 жылдан асып кетті. Жолдасым бұрын жұмысқа кірген, суткілеп жұмыста, қысты күні авария болып жатқанда мен сонда ойлайтын, 8 сағат жұмыс істеу керексің, неге сен соншама уақыт жұмыста жүресің? Бір жыл гололед болғанда 24 сағаттай жұмыста жүрді. Осы жақта келіп, киімдерін ауыстырып, келіп жұмысқа кетті. Соны уже өзім жұмысқа келгесін, уже оның бәрін білдім. Аварийный случай болған кезде, онда вообще телефон тоқтамастан звондайды ғой, енді бәріне жауап беруге тырысамыз, сыпайы жауап берейік. Но здесь ошибаться нельзя. Вот это я поняла. Потому что это все связано с людской жизнью, с людьми. Все-таки это электричество. Бүгінгі шығарылымның кейіпкерлері Жұбатқан мырза да, Орынгүл ханым да жұмыстағы әріптестер жайында жылы пікір білдіріп, әрқашан көмекке дайын тұратын керемет ұжымда бірге қызмет етіп келе жатқандарына қуанышты екендерін білдірді. Сол шамал коллективіміз бар, сол жақсы бәрі коллективтер. Бірін поддержка береді, білмегендер жастар келіп жатса үйретеміз, көрсетеміз, айтып отырамыз. Үйренгесін жақсы коллективіміз. Бір-бірімізді түсінеміз, сырласамыз арамызда, бір өзінің екінші семьясы болып кетеді ғой. Жарты күн үйінде болсаң, осы үйдің жартысы осы жақта боласың ғой. Өзің отбасың сияқты. Өз отбасыңдай. Тұтастай халықтың жайлы да тыныш өмір сүруі үшін адал қызмет ету біздің мекеменің әр қызметкерінің жұмыстағы ұраны десек артық айтқандық емес. Дәл осы ұстаныммен өмір сүріп келе жатқан, оған қоса трансформаторлық қосалқы станциялар орналасқан электр желілері учаскесін екінші үйіміз деп санайтын Исаевтар отбасының жұмысқа деген құштарлығы осындай. Материал дайындаған Динара Манарбекқызы, Әдемі Сайлаубай, Аяжан Әбдіқалық, арнайы Энерго отбасы үшін.